Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен грижаға арналған табиғи емдік жақпа майды жасап көреміз. Міне алдымен грижаны өз көзімізбен көрсетіп отырмыз. Көріп тұрғандай бұл жер сәл ісінген, бірақ біз ауыртпай жылы жайлы жолмен емдейміз. Бәрін үй жағдайында. Бүгінгі әдісіміздің басты мақсаты ауырсынуды азайтып, бұлшық етті босаңсыту. Сондықтан мұқият қарап отырыңыздар. Пайдалы ақпарат көп болады. Қараңыздар, келесі қадамымыз негізгі шөпті, яғни кеуілдің тамырын дайындау. Бізге мына қараңыздар, дәл осы кеуілдің өсімдігі, жемісі, көрдіңіздер ғой. Әрі жапырақтары да пайдалы бізге, әрі кеуіл мейвесі де дайынды. Мейвесі де пайдалы. Қараңыздар. Бұл мен каналымда, YouTube каналымда дәл осы кеуіл мейвесінен настойка дайындағамын, жақпа май дайындағамын. Өте бір керемет. Жай жапырақтарынан, жай жапырақтарының өзінен неге аяқ ісінгенге, циститке, бәріне майда жапырақтарını алып істетсеңіздер, суға дайындап қайнатып, аяқты ванна қылсаңыздар, өте керемет пайдалы болады. Біздерге енді бұл грижаға тамыры керек болады. Қараңыздар, тамырыны кәдімгідей кәулеп алдым. Ол қан айналымды жақсартып, бұлшық ет пен сіңірді қалпына келтіруге көмектеседі. Тамырды жақсылап жуып, ұсақтап, турап аламыз. Қазір ол видеомды көресіздер. Қараңыздар, тура осындай ұсақтап турап аламыз. Бізге жаңағы кеуілдің тамыры көптік қылады. Соның кішкентай ғана бір бөлігін алдық. Ұсақтап турап алдық. Дайын болған соң оны жақпа майға қосамыз. Яғни қандай? Бізге ең керегі болады. Қараңыздар, ең қызықты бөлігі жақпа майды дайындауға көшейік. 1 шай қасық бізге табиғи бал керек болады. Қараңыздар, табиғи бал керек болады. Сосын ол, қараңыздар, табиғи бал. Ол теріні жұмсартып, жылуды сақтайды, білесіздер, кәдімгідей жылу сақтап, арада, мысалға, сүйектердің арасында, омыртқаның арасындағы әр түрлі суықтарды жойып жібереді, білсеңіздер. Сол балға ұсақталған кеуілді тамырын қосып, жақсылап араластырамыз. Қоспа қоюланып, бір текті болғанша араластыру керек. Мен өзім кәдімгі қолмен араластырдым. Бірінші қасықпен араластырып, қолмен араластырып, жақсылап езбасаңыздар, кәдімгі кеуіл тамырының өзіндегі, ішіндегі элементтері шығып, балмен кәдімгідей әдемі араласады. Қоспа майымыз кәдімгі дайын болды. Міне енді біздің грижаға арналған табиғи майымыз. Жақсылап тұрып жағамыз. Қараңыз, грижаның орны. Грижаның орны кәдімгі ісікті көріп жатсыздар ғой, ісік шұңқыр. 4 пен 5-тің арасы дейді. Омыртқаның арасындағы 4 пен емірті де кәдімгідей көріп алдық. Дәл осындай мен жұқалатып вазелин жағып алдым. Көріп тұрсыздар ғой, грижаның қай жерде екен. Дәл осы. Бол аяққа береді. Кәдімгідей береді. Көрбастар. Массаж кезінде жақсылап немен бірінші қараңыздаршы, жақпа майды жақпастан бұрын массажды жақсылап вазелинмен, ешқандай да басқа майды мен өзім қолданбаймын. Ең жақсы көретін менің майым вазелин. Дәл осылай қараңыздар, грижа кезінде аяққа береді. Оң аяқ, сол аяқ кейбіреулерімізде. Дәл осылай ұршықты, жамбастағы ұршықты тура осылай тырсекпен басып, кәдімгідей массажды жасап аламыз. Май сіңген соң грижаның айналасындағы бұлшық ет босап, ауырсыну азаяды. Массаж кезінде тым қатты баспау керек.
жаймен, сезіммен жасау жеткілікті. Ал менің YouTube көрермендерім, маған тіркеліңіздер. Өте пайдалы ақпараттар көп. Мен грежасы бар осы клиентіммен сіздермен бөлісіп отырмын. Үй жағдайында дәл осыны істейсіздер. Қараңыздар, Міне, енді ең басты қадам жақпа майды жағу. Дайын майды аламыз да жылы жерге аздап уқалап грижаның үстіне мұқият жағып шығамыз. Алақанмен жай айналдыра уқалап майдың толық сүңуін қадағалаймыз. Қараңыздар, міне, дәл осылай. Міне, алақанмен, саусақтармен, алақанмен жақсылап тұрып, уже жаңағы клиентім, пациент айтып жатыр, қыздырып жатыр кәдімгідей дейді. Мен шыдай алам ба бұны, азанға дейін ұстаймын деп айтты да мағаншы. Азанға дейін ұстаймын мен өзім деп. Мақұл, азанға дейін ұстасаңыз, азанға дейін ұстаңыз, мен жай ғана қойып берем деген ғой. Дәл осылай жақсылап тұрып, алақанмен айналдырып, уқалап, майдың толық сүңуін қадағалаймыз. Бұл кезде дене жылып, майдың әсері тереңдей түседі. Осындай табиғи әдіс жүйкені тыныштандырып, ауырсынуды басады. Кей адамдар мұны түнге қарай жасағанды жөн көреді. Негізі шынымен де түнге қарай жағу керек. Міне, майды жағып шықтық. Енді соңғы қадамымыз қалды, Қараңыздар, біздер не істедік? Пешовой пакетпен жақсылап тұрып, даже белмен айналдыра, белмен дегенім қалай? Яғни мына кіндіктің арасынан, қарынның арасынан өткізіп, тура осылай жағуға әрекет, тура осылай жабуға әрекет жасауымыз керек. Бүгін біз сіздерге табиғи және қауіпсіз әдісті көрсеттік. Пайдалы болды деп ойлаймын. Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Келесі видеода тағы да емдік тәсілдермен бөлісемін. Дендеріңіз сау болсын, ем болсын.